Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді кекстерді дайындайтын боламыз. Дүкенде сатылатын кекстерге қарағанда өте дәмді болып шығады, және де видеодан көріп отырғандарыңыздай жұмсақ, осылай жақсы көтеріліп піседі. Ең алдымен араластыруға ыңғайлы шұңғылдау ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Менде жұмыртқалар майда болды, S2 категориялы, сондықтан 5 жұмыртқаны пайдаландым. Біркелкі болғанша бір араластырамыз. Және үстінен қантымызды қосып, қантымыз толықтай жұмыртқамен араласқанша ерігенше тағы да араластырамыз. Қант толықтай еріді, үстіне жылы сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйып алып, тағы да араластырып аламыз. Сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйғаннан кейін барлығы біркелкі болғанша, толықтай араласқанша араластырамыз. Үстіне 500-550 грамм мөлшерінде ұнымызды өлшеп қосамыз. 2 шай қасық мөлшерінде қопсытқыш қосамыз. Ұнымыз бен сұйық массамыз біркелкі болғанша толықтай араластырып аламыз. Бізде ешқандай іртік қалмауы керек. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астында описание бөліміне жазып кететін боламын. Дәл осы рецепті қолданып жасап көрген болсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Алда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Бізде осындай қою біркелкі масса шығады. Енді осы массаны арнайы кекстің ыдыстарына құямыз. Силикон ыдыстарды пайдалансаңыздар да болады. Менде осындай ыдыстар болды үйде, осыны пайдаландым. Бұл ыдыстарды кез келген кондитерлік дүкендерден аласыздар. 2 есе бізде қамырымыз үлкейеді, сондықтан жартысына ғана жеткізіп құямыз. Дәл осы рецептпен 24-30 штук арасында осындай кекстеріміз шығады. Бетіне крем жағып, капкейк жасасаңыздар да болады. Менің біршама жылдан бері қолданып жүрген рецептім. Дәл осы рецептпен заказға кексті пісірсеңіздер де болады. Барлығын осындай ыдыстарымызға құйып алдық. Алдын ала қызған пешімізде 180 градуста беті қоңырқайланғанша пісіріп аламыз. Шамамен 20-25 минуттай уақыттарыңызды алады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Айгүлдің асханасы.